Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ұсынатын ең керемет тәттім панкейк дайындайтын боламыз. Ендеше бізге жұмыртқа, сары май, жылы сүт, ұн, қант және қопсытқыш керек. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне шым-шым тұз саламыз. Бұл қалауымыз бойынша кішкене дәмін келтіру үшін. Енді үстіне жылы сүт құямыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Араластырғышпен жақсылап араластырып аламыз. 140 грамм ұнды өлшеп, үстіне қопсытқышты салып, араластырып аламыз екеуін. Електен өткізіп, 2 немесе 3-ке бөліп араластырып аламыз. Сары майымызды ертіп қосамыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Сұйықтығы осындай болу керек. Өте қатты сұйықта емес, қоюда емес. Орташа отта ұстап табамызды қыздырып аламыз. Және табамыз құрғақ болуы шартты. Видеода көрсетілгендей бір қасықтан құйып шығамыз. Мұндай тесіктер пайда болса пісті деген сөз. Аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Тестіні құйған кезде де қалың етіп құюдың қажеті жоқ. Жұқа болса өте әдемі болады. Міне бізде панкейктеріміз дайын болды. Шынымен сөзсіз дәмді болғаны тек қана пісіріп көрсеңіздер ғана білесіздер. Шынымен бұны бірінші, яғни алғаш жасағанның өзінде де дәмді шығатынына мен гарантия бере аламын. Бетіне шоколад құйсаңыздар да болады. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.